адамның бір обществода ролі бар ғой, жұмыста ол какой-то там менеджер по продажам, какой-то звеноның бір ролі, ол үйде бұл отағасы, мысалы, ол әйел, ол үйде жаңағындай, мамасы деген сияқты, біреудің әйелі деген сияқты, сол адам ролін білмеген кезде, сол өмірде проблема пайдалықта. Болады, адамдар роль өзгеріп кетсе. Мысалы, еркек адам өзінің ролін білмесе, что ол добытчик, что ол отағасы, что ол әке, ол жар, ол поддержка, ол эмоциональный тұрғыда мықты тұлға деп өзін санамаса, вот жерде проблема пайда болады. Еркек адам өз ролін түсінбесе, әйел адамды алға шығарып алып, әйел адамды былай айтқан кезде өзінің алған әйелін еркек қылып жібереді. Женщина с остальными яйцами қылып жібереді. Сөйтіп амалдың жоғынан ол әйел алады да бүкіл жауапкершілік өзінің мойнына алып алады, бүкіл жауапкершіліктің өзінің иығына іліп алады да, ертең 20 жылдан кейін анау күйеуі сөйлей алмай, уже кішкентай бала болып сүмірейіп жүретін болады да. Сол күйеуі, сол бүкіл жауапкершілікті артық қойған әйеліне инфаркт, инсультпен 40 жастан кейін стап қалуы мүмкін. Өйткені анау уже 20 жыл бойы әйел еркек болып кеткен, анау уже сөз өтпейді. Еркектің білесіздер, егер мысы қай жерде, ол мысы ол ұрып соғып ударда емес қой. Мысы ол еркек ретінде өзінің жаңағындай шешімін қабылдай алатын, жаңағындай іспен дәлелдейтін еркек қой, рас қой. Сол еркек өзінің еркектігін дәлелдемесе, жұмыс ретінде жаңағындай отағасы ретінде осы жерде проблем болады да. Өкінішке орай қазіргі әйелдер 21 ғасырда біздің қазақтың жалпы қоғамдағы әйелдер осы еркектің иығын сезіне алмаған соң, сильное плечо деп айтады ғой. Я за ним за каменной стеной деп айтады. Сол еркектің иығын өкінішке орай сезіне алмаған соң, әйелдер жауапкершілікті алып, үлкен қарызға кіріп, сіздер отырсыздар ғой, көп адамдар қарызға кіріп, өз-өзін таба алмай, бір істі басса, жеткізе алмай сөйтіп, айтқан кезде ол әйел еркектің несін алып алған, жауапкершілігін алып алған. Енді бұл модель поведения деп айтамыз, біз просто так аспаннан салбырап түскен жоқпыз ғой. Бір әйелдер айтады, менің күйеуім слабый, менің күйеуім жауапкершілікті алмайды. Бір еркектер келеді маған, менің әйелім менің зыбым шығарды, мен оны түсінбеймін, маған тисе береді, маған жаңа күн бермейді деген сияқты. И соның кесіріне мен алдында измена жасадым деп, короче, это тоже ақталу емес негізі. Бірақ оның бәрі қайдан шығады? Кешегіде айтқандай, кеше біз ақша туралы сөйлестік, что бүкіл финансовый убеждениенің бәрі сол кішкентай кезінде басталады деп. Енді былайда, егер әйел үнемі еркектермен страдать ете беретін болса, ол жай емес. Сіздер бейсаналы түрде сондай бір әлсіз еркек тартасыздар өмірлеріңізге. Өйткені сіздер қорқасыздар, если мен мықты еркекті тартатын болсам, как будто ол менің мамамды сияқты ез жіберетін сияқты, мамамды сияқты жаңағындай раб сияқты қолданатын сияқты, мамам сияқты всю жизнь мен таяқ жейтін сияқты, сондай бір қорқыныш болады да. Лучше мен жұмыс жасайын, мен лучше 2-3 диплом болады, зато мен әлсіз еркек тартып, өз өмірімді өзім бақылаймын деген сияқты бір сондай позициямен өмір сүреді. Ол ложная стратегия. Не себептен? Өткені әйел адам, айтып отырмын ғой, роль ауысып кетсе, уже все, әйел адам қиналады. То есть әйел адамда сезімдерін бастасайды. Сезімдерін бастаса, ол аурулар пайда болады. Ол ауруларды мен ертең айтамын. Дальше кетейік. И сөйтіп әйел адам жаңағындай үлкен жауапкершілікті алып алған соң, ол жерде сезім болмайды, страсть болмайды, отношения құртылады, жаңағындай бір-бірін түсінбей бастайды. И енді әлсіз еркек қайдан шығады дейсіз? Әлсіз еркек біздің кешегі айтқандай 90-шы 80-шы жылдары әкеміз ішіп жүрді ғой, бәріміздің әкеміз ішіп жүрді. Жауапкершілікті ала алмай жүрді. Сол модель поведения көрген бала, либо ол мен олай жасамаймын деп шешім қабылдайды, либо это нормально, еркек солай жүргу керек деп сондай шешім қабылдайды да, и сөйтіп основном екінші шешімін қабылдап, дәл солай жаңағындай мықты әйел тауып алады да, өзінің мамасы сияқты. Сол әйелдің мойнына мініп алып, артынан жаңағындай қолқа шығып кеткенше жүре береді. Түсінесіздер ғой, И соның кесірінен көп әйелдер қазір отбасында бақытсыз. Сіздер сырттай бақытсыздар. Өтірік күшті киім аласыздар тойда, өтірік қастарына жүресіздер, жаңағындай бір фотоға түсесіздер. А на самом деле вот этот іштегі сезім, его давно нету негізі. Вы живете ради того, чтобы, не знаю, общество вас не осуждало, чтобы ради детей, ертең бала-шағам не болады, ертең құдағи не айтады, құдалар не айтады деп, короче, өздеріңізде айтқаныңызда түр жасап өмір сүресіздер. Өйткені ана сезімді 20 жыл бұрын после свадьбы потеряли где-то, короче.
Өйткені еркек бола алмады. Түсіндіңіздер ғой, Енді дальше. Былай да, енді мен бұны қалай өзгертемін деп айту мүмкінсіздер да. Мен жарайды, мен еркек болып кеттім, мен жаңағыда әлсіз болып кеттім, енді мен қалай өзгертемін? Первую очередь бұл жерде біз әкеміз бен анамыз да. Әке мен ананы біз проблема шешкен кезде бізде проблема неге шешіледі өзімен өзі. Енді менің эфирімде, стримде бәрін айтып жүрген шығарсыздар. Әке ол ақша, ана ол взаимоотношения с миром. То есть ана деген ол жаңағы қарым-қатынас, уют, быт, вот это чувство, бабочка, это все отходит от мамы. Сол мамаңызды қабылдамаған кезде сіздерде үнемі проблема болады именно взаимоотношениямен. Түсіндіңіздер ғой, Әйел өзін түсінбейді, әйел кажется, что мужик где-то изменяет, где-то ходит. На самом деле ол сіздің воображениеңіз негізі. Енді ата-ана туралы техникамен аяғында беремін. Послушайте дальше, да? И енді қараңыздар, былай да, әйел адам кішкентай кезінен бастап айқай-шу, төбелес, разборки, папасы ішіп-түшіп, өз еркек мысын көрсете алмай, жаңағындай үнемі қырылып төбелесіп, сондай поведение көрсе, сіз особенно қыздар, өскен кезде оның қасында мықты еркек болса да, ей кажется, что бірдеңге жетіспейді мына жерде іште. Вот бывает же, вот сен бір неге барасың да кофейняға, кофеңді аласың, десертіңді аласың, ну как будто бы бірдеңе жегімеген сияқты сезім пайда болады. Надо было другой заказать деген сияқты. И то же самое әйелдерде сондай сезім болады. Мысалы қараңыздар, еркектеріңіз жұмыс жасайды, красавчик, ақша табады, ешқандай проблема жоқ, ол өзімен өзі жүрген еркек, бірақ әйел айтады: сен маған изменить етіп жүрсің, немесе сен маған көңіл бөлмей жүрсің деп. Ол еркек ақталады: сен қуасың ба, мен целый день жұмыста жүрмін, ақша тауып жүрмін, нәпақа деп жүрмін, сен мені жақсы көрмейсің деп, короче, бір-біріне нападать етеді. Еркек эмоционал тұрғыда өзін ұстай алмайды да, ұрады. Ұрған соң қыздың бетіне шапалақ тиеді, немесе денесіне тиеді да, и ана эмоция есіне түседі автоматты түрде, что мамасы дәл солай кішкентай кезінде сол картинаны көрген, мамасы тайғы жеп жатқан. И содан кейін ана миында опасность кетіп қалады, тревога кетіп қалады. Өйткені как будто бы вот эта тишина, ей кажется, что это опасность. Оған ұрыс керіс керек. Өйткені денесі сол эмоцияны тартып отырады, түсініңіздер ғой, провоцировать етіп отырады. Күйеуім болсын, әйелім болсын. То же самое еркектер, күйеуі жағын әйелі шал шығып кетсе, магазинге шығып кетсе, әдемі киініп алса, жаңында болады ғой, енді әйел адам сыртта әдемі болғысы келеді. Сразу сен қайда кетіп баратсың, сен жігіт тауып алдың, телефон тексеріп, жаңа выпискасын тексеріп, шая бастайды. Өйткені ему кажется, что женщина его изменяет. Она на самом деле она вышла с подругой выпить кофе, просто кофе, да, и звондап, мазасын салып, там туристка тексеріп, балдарды жіберіп, ана бар ғой, сондай бір отчаянный бар ғой жігіттер. Почему? Потому что іштей өзін керексіз сезінеді. Не себептен керексіз сезінеді? Өйткені ол бала кішкентай кезінде аналық махаббатын ала алмаған. Мамасы вечно жұмыста жүрген, мамасы вечно жаңағындай занята болған, 2-3 жұмыста выживать етіп жүрген. И сол моментте ана кішкентай баланың айтқан кезде эмоциясын бере алмаған мамасы. И сол эмоциясын ішінде бір пропасть пайда болады да, бір пропасть бар ғой. Ол пропастьті ешқандай эмоциямен баса алмайды. И сол эмоцияны ол әйелінен алғысы келеді да, признаниясын алғысы келеді. И сөйтіп жаңағында әйелін қызғана бастайды, әйелін түрте бастайды, әйелін шұқылай бастайды. И сөйтіп бұл жерде разногласия болып, енді әйел адамның любой уақытта зыбыс шығады ғой. Сен мен тисе бересің, сен мен артынан жүре бересің, маған өмір бермейсің деп ше, душ етесің деп, тоже ажырасуы мүмкін. Өйткені қатты чересчур контрольда тоже разрыв болады. И понимаете, да? То есть екі травма екі түрлі әсер береді. То есть ана жігіт мамасының махаббатын ала алмаған, мына жерде қыз папасының ішкі жаңағындай халіндегі махаббатын ала алмаған да, и екеуі бір-біріне, короче, не болып жүр, компенсация жасап жүр да. Түсінесіздер ғой, иә? Екінші момент, кейде әйелдер қорқады, күйеулері бай болып кетсе мен тастап кетеді деп. Бұны называется вторичная выгода деп айтады психологияда. Мысалы, күйеуі байғұс оқымаған дер жоқ, там таргетолог, трейдинг, 4-5 бизнес ашқан, қадалған берілмейді, короче, жасайды бәрін. Бірақ
Жол болмайды ше, жол болмайды. Не получается у него? Там максимум 300 000 теңге, 400 000 теңге табады, ары қарай, короче, патологқа тіреліп қала береді ше. Психологқа барады, түсінбейді, анаған түсінбейді. А оның ішіндегі былай әйелі соны негіз қалап тұр да. Не үшін? Өйткені әйел ойлайды, егер менің күйеуім ақша тауып кетсе, енді бұрын дофига сериал, фильм көріп алған ғой. Ана бай болып кетеді да, жаңа әйелін тастап кетеді, ұмытып кетеді, бала шағасын лақтырып кетеді деп. И ей кажется, что оның күйеуі ақша тауып кетсе, ертең дәл солай оған екінші әйел тауып алады да, мені ысырып тастайды деп. Іштегі бір сондай бір пропасть болады да, ана мен керексіз, я не нужный деген. Опять-таки детство, папасынан алмаған махаббатты сөйтіп компенсировать етеді. Мен лучше күйеуім бейшара болып жүрсін, курьер болып таксовать етіп, жаңа маңырап, через сутки жаңа дежурство жүріп, зато ол мені изменять етпейді деп өзін ақтап алады. Түсіндіңіздер ғой, даже әйелдің ішкі сондай бір қорқыныштары күйеуінің жолын айтқан кезде байлайды. Бір ғана причина. Екіншісі, әйелдер то же самое. Көп әйелдер, основном бұны мен фанатиктер деп айтам. Енді мен қазір дін туралы айтқым келмейді, бірақ айтуға тура келіп тұр. Көп еркектер өздерін реализованный сезінбей алады да, өзінің әйелін киіндіріп тастайды, короче, мынандай. Бетіп киіндіріп тастайды, көз ғана көрінеді, білесіздер ғой, хиджаб бар, көз ғана көрінеді, и сөйтіп әйелін от и до вообще киіндіріп тастайды. Өйткені қорқады, как будто бы бүкіл әлем соның әйелінің бір көтеніне қарап тұрған сияқты, как будто бы бүкіл еркектер бәрі соған қарап тұрған сияқты, іштей ана еркек өзін неполноценный сезінеді, короче. Бұл жерде религия туралы айтып жатқан жоқпын, бұл жерде еркектің өзінің психотравмасын түсінбей дінге жамылып, сөйтіп компенсация алып жатыр. Ана байғұс әйелді туғыза береді жыл сайын. 4-5 баласы или 6-7 баласы болады. Мать героина қылып жүреді үшін 10 жылдың ішінде акиматтан күміс алдырып. Бірақ әйеліне былай айтқан кезде мұрша бермейді. Бірдеңе заниматься еткісі келсе, қолынан келмейді, жасама, керек емес. Бірдеңе ашқысы келсе, қойып не істейсің, қазір бәрі айналысып жатыр деп, то же самое әйел жағында хочется заниматься своим любимым делом, хобби, какой-то что-то открыть, еркегі оған кедергі етеді. Өйткені іштей тоже қорқады. Мынау қазір ақша тауып кетсе, мықты жігіт тауып алады да, гелинмен, и мені тастап кетеді депші. Іштей бір қорқыныш болады. Сол қорқыныш ол жаңағы жігіттің кішкентай кезіндегі анасын ала алмаған витамины, короче. Поняли, да? Как работает? Жігіт әйеліне тесеп, артынан тесе берсе, ол іштей бір неполноценный сезінсе, значит ішінде бір бейшара халі бар, бейшара деген. И ол бейшара халі кішкентай кезінде енді әртүрлі семьяда өсті ғой. Мамасы тастап кеткен бар, мамасы көз алдында мен жеке өмірімді құрам, сен әже мен апаң үйінде тұра бер деп жаңағындай баланы тастап кеткендері бар, оның жаңағы зорлық зомбылық көргендері бар. И сөйтіп ол бала өзін брошенный сезінеді. Енді вернемся к нашим баранам деп айтады ғой қазақтар. Енді вернемся к нашим баранам. Енді қараңыздар, не себептен әйел адамдар еркектерден қорқады? Енді мен опытым өте көпті, әйелдермен жұмыс жасаймын ғой. Әйел адамдар, которые на щитовидкасымен проблема, на щитовидка, зоб немесе киста пайда болған, еще в детстве. Мен бір байқағаным, көп әйелдер кішкентай кезінде домогательство көрген. Домогательство деген обязательно сенің бір жеріңді, етегіңді бір жерге тиісу емес, сенің саныңды, сенің қолыңды бір бөтен бір еркек ұстаса, сен үшін ол қорқыныш, сен өзің жеркеніш сезінесің, короче. Сондай кішкентай қыздар зорлық, зомбылық көрген, именно кішкентай кезінде, ол автоматты түрде еркектерге ненависть болады. Түсіндіңіздер ме? Ненависть деген ол еркекті жек көріп кетеді. Өйткені ол еркек ана қыздың ең құнды жаңа денесін ұстады. То есть көкірегін ұстады, етектен төмен жерін ұстады, сипалады, даже біреулер даже больше зорлық көрді да ол қыздар. И кішкентай кезінен ол еркекті былай айтқан кезде жек көре бастайды. Понимаете, да? И соответственно ол қыз не істейді? Либо әлсіз өзінің күнін әрең көріп жүрген бір байтқан кезде бір теланы тауып алады, и соның үстіне отырып ез қылып жібереді ғой.
Өйткені бейсаналы түрде ол еркекті ол іштей хочет подавить ана әйел. Түсіндіңіздер ма? Потому что кішкентай кезінде, опять-таки папа, кішкентай кезінде ана еркек өзінің тірлігін жасаған кезде, ана қызды құтқарған жоқ әкесі. И көп әйелдер қазір айтуы мүмкінсіздер, мен папам бұл кезде болған жоқ, қайтып кетті, немесе қасында болған жоқ, бірақ бейсаналы түрде ол қыз все равно папасына ренжиді. Өйткені где он нужен был, он ее не защитил, короче. И она бейсаналы түрде сол еркек папасына ренжіп отырады. А папасына ренжіген әйел, ол автоматты түрде еркектерге ренжіп жүреді. Вернемся теперь к нашим варанам. Еркектер енді. Еркектер мамасын витамин алмағандар, олар дальше шаят, короче. Олар азартный ойын ойнайды, удамандар, одан артық кеткендер наркомандар, одан крупный зат жасап атқандар, оның бәрі жаңағындай зависимдіктер. Өйткені ол еркек іштей мамасының жылулығын көрмеген. Жаңа 3 жыл уақыт береді ғой, 3 жыл балаға 3 жылға дейін мамасы декретте отырып, ана сүтін береді омыраудағы. Сол сүтін алмаған ана еркек. Сөйтіп компенсировать етеді, оны қалай компенсировать етеді? Ойнайды. Көрген шығарсыздар, жастары, мен мысалы жасым 33-те, мен мысалы барып Counter-Strike ойнамаймын. Потому что я в детстве наигрался уже. Дэнди, Сега, Казман қызық емес компьютер клубқа барып ойнау. Бірақ үлкен дарда еркектер бар. Клубта, ночной клубта жүреді. В общем, кішкентай, короче, в жопе в детстве не наигрался, короче. Это почему? Потому что от мамы он не получил вот этот любовь, заботу, внимание. Либо же мама была нарциссткой. Это как? Ана баланың байтқан кезде өмірін былай душит еткен ғой. Жеке өмірі болмаған ана балада. Отыр, тұр. Почему нарцисс болады? Потому что оның күйеуі анау әйелді ұрып соғады. Әйел күйеуіне жауап бере алмайды да, крайний баласы. Ана баладан жаңа бүкіл эмоциясын ұрып соғып, ана баланың айтқан кезде психикасында, жүрегінде үрей қылады. И ол бала автоматты түрде жаңа әйелдер сияқты әйелдерге кек сақтап жүреді ғой. Вот еркектер, которые часто меняют партнеров. Бір рет измену жасайды, екі рет измену жасайды, үшінші рет бар ғой сондай бұны. Постоянно партнердан ауысып жүреді. Бір рет үйленеді, ажырасады. Екінші рет үйленеді, ажырасады, үшінші үйленеді, ажырасады. Почему? Потому что бейсаналы түрде ол әйелдерге айтқан кезде бір кек сақтап жүрді. Бір какой-то есть неприятное чувство к ним. И ол ойлайды, типа, таким образом я их подавляю. На самом деле он себя таким образом обманывает. Түсіндіңіздер ма? Как работает вот это все наши психотравмы? Если, жай сөзбен айтатын болсақ. Дальше пойдем. И таким образом корень этих всех проблем – это папа и мама. Кто-то папу не принимает, кто-то маму не принимает. И, соответственно, сол еркектермен, либо әйелдермен сыналып жүреді постоянно. Дальше. Енді андай қыздар бар. Мен бір рет тұрмысқа шықтым, далбанды кездестірдім, ажырастым, одан да хуже далбанды кездестірдім, сондай бір әйелдер бар. Не себептен олай болады? Қараңыздар, әйел адам бірінші тұрмысқа шығады, ажырасады да, ол вывод жасамайды. Неге мен ажырастым, неге мен андай әлсіз еркекті кездестірдім, неге бұл менің өмірімді. То есть она не делает выводы. Так же, как и вы, когда вы все время... Сіздер андайсыздар да, знактар тұрады, тауға ше, запрещено, жол болмайды, знак тұрады, барма, все, жол жоқ деп. Вы игнорируете эти знаки, идете, застреваете, потом я умру деп айқайлап отырасыздар, я умру, помогите деп. Хотя неше түрлі знактар болды, жолда знактар ғой, главная дорога, сворачиваемся, односторонне. Сондай знактар сіздерге негізі Құдай тағала берген. Бірақ оны сіздер игнорировать етесіздер да. То же самое әйелдер мысалы бір рет тұрмысқа шығады, ол тұрмыста ол бақытсыз болады да, шешім қабылдап кетеді. Екінші рет дәл сондай еркек тартады. Өйткені она не сделала выводы. Какие выводы? То есть принятие отца. Принятие отца. Болды. Тут не надо гадать, короче. Просто папасын қабылдау керек ол қызға. Ол папасын осуждать етеді ғой. Кезінде мен мамамды ұрды, соқты, мамамды аямады, мамамды далаға шығарып жіберді. Ей, мамаңмен ренжітті, бірақ по факту саған ештеңе жасаған жоқ қой. Сен ұрған жоқ,
сені, не знаю, там, не знаю, 40 күн выживать етуге далаға шығарған жоқ. Ол мамаң мен папаңның қарым-қатынасы ғой. При чем тут той? Өйткені каждый адам айтып жатыр ма, внутренний ребенокпен қабылдайды. А внутренний ребенок түсінбейді, что папаны ұрып атқаны, маманы ұрып атқаны ол маған қатысты деп. Ол ойлайды, что потому что ребенок же смотрит глазами матери. Вот, понимаете, да? Сол обратно папа. Сөйтіп әйел адам екінші рет тұрмысқа шығады да іште ойланады. Білейін, менде 2 бала бар, қалай қабылдайды, ол қалай болады, ертең қалай қабылдай ма жоқ па, сондай қорқыныштармен өмір сүреді да. Сөйтіп іште өзін лайықты санамайды. Мен маған мықты, енді как практика показывает, мысалы инстаграмда көріп жатсыздар ғой. Мысалы Баян Алагузова тұрмысқа шықты, мысалы балаларымен да қабылдап тұр ғой еркек. Динара Сатжан да мысалы тұрмысқа шықты 4-5 баласымен қабылдап тұр ғой еркек. Значит, вопрос ол еркектерде болып тұрған жоқ қой. Вопрос әйелдің өзінің жеке самооценкасында болып тұр ғой, рас қой. И ол өзі айтады да, мен былай ғой, сіздер дискотекаға барасыздар. Дискотека барған кезде сіздер қыздар особенно, они же любят четкость. Үтіктеп жатқан кезде алдын күйдіріп алдыңыздар. А сізге бір жігіт ұнайды параллельный класста. Сіздер шол жігіт шақырады жүрсейші, билеп қайтайық деп. У вас уже оғалла сізге бір ұнайтасыздар. Бірақ сен жоқ деп айтасың да. Өткен сен қолыңды түсірсең, либо платок түсірсең, аяқта өтіктің ізі тұр да. То же самое у вас сейчас в жизни, да? Сіздерге достойный жігіттер келеді негізі. Келмеген емес, и бұрында болғанда, до того, как вы встретили вашего этого слабого мужчину. Но сіздер отказ бергенсіздер оған. Рас қой? Отказ бердіңіздер, өткені ол жігіт сөйтіп анау жігіт еще өзінің самооценкасымен проблем болды, ол дальше кетіп қалды да, понимаете? Хотя мен айтса болатын еді, мен киім өтіктелген, бытыш болған, бірақ егер қабылдасаң осы деп айта алмайсыздар ғой. Сөйтіп жаңағы 2 баламен жаңағы бір әрең күнін көріп жүрген бір жігіт тартып алып, сонымен екінші рет тұрмысқа шығып, одан еще обязательно бір бала туып, сонымен тағы да хайвай ажырасып, сонымен жүресіздер. Еркектердің бәрі сволочи деп. Мен сіздерге айтайын, как работает подсознание. Маған бір әйел келді. Ол әйел жаңа айтып отқандай 3 рет тұрмысқа шыққан. 1 рет тұрмысқа шыққан, неудачно. Одан 1 бала. Екінші рет тұрмысқа шыққан, тоже неудачно, одан 2 бала. Үшінші рет тұрмысқа шыққан, ол уже, кипит, маған потом келді терапияға. Одан 3-ші бала. И представьте, какая картина. Ол жігіт бүйде деген. Таксаут етіп жүрген жігіт. Мен түнгі 3-ше келсем де, сен қатын маған шайын дайындап қой. И она склонила голову, сказала, Сұлтан Сүлейман айтқаның болады деп. Ол түнгі 3-те жігіті келеді. Анау әйелі тұратта жүгіріп шай қойып чайын береді. Баласы кішкентай, домалап тақ етіп құлайды жерге, кроваттан. Бала жылайды, хайвай төбелес. И знаете, что ее голове всплыло? Сол қыз, жасы 39-40-та ғой, жаңа 3-ші шай беріп атқанда 3-ші күйеуіне. Сол қыздың түпсанасына кірсек, 3 немесе 4 жаста папасы ішіп келіп, түнгі 3-те дәл осылай қызды оятып алып, мораль оқытқан ғой. И ол қыз айтады, мына 3-ші күйеуімнің отношениясы менің сол кішкентай 4 жастағы папамның ішіп алып келген әңгімесіне бірдей болып тұр дейді. Она притянула вот такого же мужика. Вот, понимаете, да? Поэтому ойламаңыздар, мен қазір түрімді жасайым, ботокс жасайым, не знаю, целлюлиттерді алып тастайым, шашымды пересадка жасайым, и сонымен маған қазір нечаянно бір ай жігіт кездесіп қалады деп. Жоқ. Ішкі назермен жұмыс жасау керек. Ішіңді дұрыстаған кезде саған лайықты, сол лайықты жігіт кездеседі. А сіздер сыртты ғана реттей бересіздер, сыртты. Ол да дұрыс, бірақ ол ішті дұрыстамағанша ол то же самое, что үйдің сырты күшті болып тұр да, а іші бычыт, ремонт жоқ, әлі дуал болып тұр, свет не проведена, двери нету, голая стена. И соған лайықты жігіттер тартылады да. Мамасының етегінен ары кете алмаған еркектер қайдан шығады? Я сейчас скажу свой пример. Мен 5 жаста
ойыншық ойнап жатқан кезде любой бала барып мама нан жасаймын да нет деп сұрайды ғой шешім қабылдау үшін. Бала қабылдай алмайды ғой. Сол кезде мамам маған ұрысып жіберген: иди отсюда деп, ты сам должен принимать решение деп, я всю жизнь с тобой не буду находиться депші. Мен сол кезде түсінбедім, неге мен ұрысып жіберді деп. Сейчас вот в взрослой жизни я понимаю, что она правильно сделала деп. Потому что она дала мне возможность принимать решения самому, без ее участия. И көп мамалар соны, опять-таки, не ғой, компенсация ғой. Көп мамалар жаңағыдай баласы келеді и сөйтіп опекать етіп өсіреді. Балам сен маған жаса, ананы істе. Ана балаға қателік жасауға мүмкіндік бермейді да, короче. Постоянно под ее попу стену выставляет, на стена қояды, анау ауырмасын деп. Бір күн ана стена настолько жеңіл жұқа болып қалды, что ана жамбасын сындырып алуы мүмкін ана бала ше. И постоянно мамасы олай не істеп жүреді. Сол шешім қабылдамағанның кесірінен ол балалар қазір страдать етіп жүр. Али мамасының аузына қарап тұр. А мама кайфует от этого, потому что она же не нужная в этом браке. Только же сыну корзиночку нужна. Сөйтіп мамасына келген кезде ана Сұлтан Сүлейман мамасы сияқты отырады да. Мен саған қазір бүйтіп берем, сөйтіп берем деген сияқты. Потому что таким образом она себя считает нужной. Екіншісі, если мамсик бала мамасынан арыламаса, значит ол семьяда әкесі бар, бірақ эмоционал тұрғыда жоқ. Ол мамасы бейсаналы түрде сол баланы өзінің күйеуі қылып алған. Вот теперь посмотрите на этих матерей. Оның күйеуі бар, бірақ ана күйеуі бір жерде бұрышта өзімен өзі жүреді ана. Ештеңе шешпейді ана. Тұрсынбек айтады ғой, күшті айтады ғой. Өзімен өзі тамақ болса тағы жесе жеп, жемесе қояды. Вот сондай халде жүрген еркек та негізі. А бүкіл проблемасы мамасы баласы арқылы шешеді. Рөл ауысып кеткен. Балам ананы жасап берші, балам ертең ініңнің тойы болады, балам ертең қарындасының выпускной болады, балам анаған ақша керек. Мына күйеуін ұмытып кеткен. И сол баланың арасында маманың любовьін нарушать етсе, бір әйел келсе, келін келсе, сразу давить етіп, ананы келінді бытын шығарып, нервоз қылып, тревожный қылып, ажыратып жібереді ана мамасы. Потому что бейсаналы түрде ол баламен ол бала болып көрсетіп тұрған жоқ, оны күйеу қылып алған. Мен осы туралы айтқан кезде неше түрлі мамалар боқтап кетті ғой менің инстаграмда. Сен не айтып тұрсың, не оттап тұрсың деп. Потому что мына жерден тиіп кетті да ол әңгіме. Бірақ солай. Ол факт бар ғой. Айттым ғой, бақытсыз ана, ол бақытсыз отбасы. Бақытты мама, бақытты отбасы да. И сол күйеуінің алмаған витаминін бәрін баласынан алады. Мен сізге бір не бар еді, бір видео салғам, Reels. Сол жерде бір жасып кеткен келін бала. Айтады да, мен сіз айтқаныңызға келісем дейді. И менің енем бұрын былай айтатын дейді. Ах, яттена, өзім-ақ туып беретім саған балам деп, тұрмысқа шықпай-ақ. Представляете? Бейсаналы түрде мен сенің әйеліңмін, мен саған бала туып беретінем, әттена, мен сен мамамын деп тұр да. Солай айтады екен. А это же слова, это же как бы из подсознания идет. Это не простые слова. Все, что здесь, она шығады, ауыздан шығады ол. Настолько мамасы жаңа баланы привязан жасап алған. И, конечно, ол бала бақытты болмайды тут. Ол бала үнемі мамасын огляд етіп, ол бала жаңағындай Стамбулда баласымен отса да, жаңа әйелмен отса да, ана мамасын есіне түсіп, мама шыға жүреді, сендер демалып аласың, мен давлением көтеріп кетіп, все, тұршы кеттік деп, ана әйелін бәрін бытшын шығарып, настроениесін құртып, өзі демалмай, и жеті күн ана әйелін қанын ішіп, балаларын бәрін кінәлі сезіндіріп, ақырында бытшын шығарады. Өткені анаяқта мамасының давлениесі көтеріп кеткен да. Жарайды, сендер демалып жатсыңдар ғой, біз ауылда 45 градуста кондер жоқ деп ана балаға тез жібереді да эмоциясына. Ана жерде ойнайды, все, бала анау ужин жасап береді күшті әйелі. Настроениемен күшті жаңа келіп, и ана сразу жаңа айттым ғой саған киім алма деп на. Бала, мама анаяқтан давлениесі бар, температурасы көтеріліп отыр деген сияқты. Помните кешегі әңгіме? Сізде чувство вины болды, ана іште чувство вины вызывать етті да, и ана на этом и подловил он. Айттым ғой саған алма деп, күте тұрмадың ба деп. Ана мамам анаяқта 45 градустан өлейін деп жатыр ана. Ол мамаңның күйеуі бар емес па? Сенің папаң бар емес па? Бүкіл вопрос папаң шешу керек қой. Мен сіздерге айтайын, мен оны қашан түсіндім. Мен осы соңғы 5 жыл мен тікелей мамаға звондамаймын.
Мен папама звондаймын. Папа, мен қонаққа бара жатыр едім, келсем бола ма деп. Балам, келе бер. Потом, мама, сен келе жатсың ба? Келе жатырмын. Өткені мен бейсаналы түрде, папа, для меня ты все равно главный деп айтам. Ол папам жасы 70 болса да, іште еркектігін сезеді да, мен шешіп жатырмын бұл үйде деген сияқты ше. А ол мамсик сыноктар қалай жасайды? Ол мамасы арқылы шешіп отырады ғой. Мамасына звондайды, мамасына жасайды. Даже тіпті сол үйде, отаға жаңағы қара шаңырақта, үйде бірдеңе керек болса, негізі папасына звондау керек. Папа, холодильник сынып қапты ғой, көмегің керек па? Я, балам, көмек керек. Мысалы, алдым, папамның телефоны сынып қалды. Папа хабарласың, папа телефон что-то WhatsApp сым қалды деді. Өр телефон керек па? Я, сейчас Каспимен заказ берем, кодты айтып саласыз, жаңа телефон подарить етіп жібердім да. Өйткені ол әке. Ол әке сезу керек, что я тут главный. Біз сол главный деген сезімді бермейміз ғой. Сөйтіп жаңағы папаларым 70-ке болғанда инфаркт болады, инсульт болады, сонымен овощ болып өмірден кетіп қалып жатыр қазір әкелер. Это факт. Потому что іштей ол өзін керексіз санайды. Ол қашан керек санайды, когда ол еркек, жасы 70 болса да еркек қой, ол болмаса еркек қой. Ол атеш, всегда атеш болып тұрады ғой, қорада, ол всегда атеш болып тұрады. Сол сияқты сол сезімді бере алмаған соң, ол қазіргі еркектер қазір инфаркт, инсульт, онкология, неше түрлі аурулар бар қазір. Соның кесірінен негізі іштей бір какой-то бір бейшара халі бар ана бала, ана еркектің. Еркек айта алмайды. Ана әйелі жаңағындай уже оны сезбейді да, не айтқанға бәрібір. Сөйтіп ана 70-ке келмей уже кәдімгі овощ болып өмірден кетіп қалатындар бар да. Понимаете, да? Вот из-за этого жаңағындай мамалар мен сіздерге айтайын, бір кітап бар, Некрасовтың, особенно мамы прочитайте, «Материнское сердце» деген. Вот сол Некрасовтың маған сөзі ұнады да. Излишняя материнская любовь погубит ребенка, дейді. Излишняя материнская любовь погубит ребенка. Сіздер баланы жақсы көрем деп өлтіріп аласыздар. Понимаете, да? Қазіргі еркектер бар ғой, которые там өздерін таба алмай жүрген, наркоман жүрген, соны байқасаңыздар, мамалар страшно тревожниктар. Ойбай, балам не істеп жүрсің? Ойбай, балам квартира керек па? Ақша керек па? Анау керек па деп. Анау мамасы әлі сепарация болмағанда жібермеген ана баланшы. Ана сөйтіп қамбақ болып жүр, короче. Жасы 25-ке келген, 30-ға келген, үйленбейді, тұрақты жұмыс жоқ, беретін құндылығы жоқ, оқымаған, тастап кеткен, бірақ маменькин сыночек та. Сол мамасы қалай жібереді? Өлсең өл, мен сенің ата-ана ретінде өзімнің миссиямды орындадым, ары қарай өзің біл балам. Оқыт дедім ба? Оқыттым. Диплом дедім ба? Диплом бердім. Үй керек дедім ба? Ипотекамен үйіңді алып бердім. Машина дедім ба? Салоннан машинаны алып бердім. Болды, ары қарай балам өзің жаса деп сол айта алмаймыз ғой. Соны айтқан кезде Құдай тағала ана баланы өзі-ақ көмектеседі да, өзі-ақ жолын ашады. А біз ана баланың Құдайдың рөлінде тұрмыз, короче. Құдай, сен былай тұр, мен балам өзім тудым, өзім тәрбиеледім, өзім жасаймын, короче. Сөйтіп сол баламен өмір бақи сыналып жүресіздер. Ана бала наркоман, 4-5 рет үйленген, ішіп қуып жүрген, короче, бала ғой. Это факт. Это факт. Әйелдер, құрметті әйелдер, это факт. Поэтому ол неден басталады? Когда вы любите себя, когда вы живете не ради мужа, не ради детей, а ради Бога, с мужем, без детей, с детьми счастливые, от сол кезде сіз өзіңізді керек сезінесіз. А біз жаңа айтқанда, кеше айтып отырмын ғой, кеше жаңа бәріміз үшін өмір сүреміз да, бірақ өзіміз үшін өмір сүрмейміз. Мен Құдай туралы алып беріп қойшы, біз өзіміз үшін өмір сүрмейміз. Біз жұмыс жасаймыз өткен жаңағындай, баланың бірдеңесін алып беру үшін. Біз пахат етеміз күнмен, ана баланың бірдеңе жалап, дұрыс қой, ол бәрі дұрыс. Бірақ біз сіз өздеріңіз сөйтіп ысырып, ертең жаңағы баланың мұрнынан шығарасыздар да. Я за тебя работала, когда тебе надо было, я пахала, деп ана баланың кінәлі сезіндіріп, ақырында. Бала өздері нереализованный, обществода сөзі жоқ, сөз жүрмейді. Ақырында ана бала бұл айтқан кезде, мен білем просто, менің даже туысқаным бар сонда, жасы 40-қа келген, 2 рет үйленген, не может найти себя, не может найти себя. Неше түрлі дипломдар бар, бірақ не может найти себя.
Потому что мамасы былай ұстап тұр да, оны жібермей тұр ше, аяғынан. Понимаете, да? Тіпті үйлендірген мына бала даже андай бізде қалай үйлендіреді, ана бізде махаббат, сезім, жаңағыдай бір-бірін жақсы көріп қалды деген жоқ қой бізде. Мына бала что-то қуып жүр әкесі. Маған, короче, бір қатын керек деп үйлендіреді да. Ол ана қатынның, әйелінің өмірін тозаққа айналдырып жібереді. Денсаулығын бір жаққа жіберіп жібереді. Сөйтіп жаңағыдай өзі бақытсыз, еще арасында обязательно бала туылады. Ана бала сөйлемейді, какой-то психологический отклонение, вот ана бала ауыра беретін болады, реанимациядан жүретін болады. Сөйтіп ана семьясын ана какой-то бір решение үшін ана баланы адам қылайық, ана қатын керек деп. Сөйтіп баланы да, әйелді де бақытсыз қылады да. Солай большинство живут, 90% солай өмір сүреді. Вот ауылға барсаңыздар, міне мынау мынаған әйел керек, как будто бы әйел ол баланың, ол еркектің өмірін түзеп жүретін сияқты да. Тойда айтады ғой, сен бақытты болуға келген жоқсың, сен бұл әулетті бақытты қылуға келдің деп жүр ғой. И ана әйелді былай тұрады да, ана неде туысқандарда кінәлі сезініп, іштей мен бақытты қыламын бұларды деп тұрады да, короче. Алла, бұл туралы біз қазір дау тура сөйлесеміз деген бар ғой. Понимаете, да? Откуда ноги растут? Поэтому, құрметті әйелдер, мен сіздерге айтайын, секрет счастья – послать всех нахер, особенно мужа, и выбирать себя. Когда ты любишь себя, принимаешь себя такой, какой ты есть, вот сол кезде сенің күйеуіңде сыйлы болады, сенің күйеуіңде жаның настроение не болып қалды, мен саған ақша деп беретін болады. Саған әлем айтқан кезде бетімен қарайтын болады ғой. А еркектерге не істеу керек бақытты болу үшін? Просто еркек болу керек. Өйткені еркек максимально өзінің әйеліне көңіл, ақша, назарын аударса, ол әйел құлпыраған сайын еркек әйелден энергия алады. Сол энергия ақша табуға, тауды қопаруға, жерді жыртуға күш жететін болады. Түсіндіңіздер ғой, иә?